Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Соңғы 2,5 жылда үйдегі зорлық-зомбылық салдарынан 300 адам көз жұмды. Тоқаев. Статистика көңіл көншітпейді. Денсаулыққа ауыр зиян келтірудің 878 фактісі және де орташа зиян келтірудің 808 фактісі тіркелген. Сондай-ақ құқық бұзушылықтар бойынша 37 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілігіне тартылды, деді мемлекет басшысының ішкі істер министрлігінің алқа мәжілісінде. Президенттің айтуынша, көптеген әлеуметтік келеңсіздік түп тамыры, соның ішінде қылмыс көбіне тұрмысы нашар отбасыларда бастау алады. Мұндай отбасыдағы зорлық-зомбылықтар балалардың сана сезімі және де психикасына кері әсерін тигізеді. Сондықтан құқық қорғау органдары адамдардың құндылықтары жүйесі менен мінез-құлқы моделін өзгертудің шешуші рөл атқара алады және де атқарушы қажет, деді Тоқаев. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.